сіздерге қазір PowerPoint-та трюк көрсетемін. Ол үшін PowerPoint-ның алғашқы бетінде формат фоныға кіріп, фонымыздың түсін өзгертіп аламыз. Темно-синий цветке. Одан кейін вставка, трехмерная модели дегенді басып, жердің суретін іздейміз. Жерді слайдқа қойып алғаннан кейін, ол слайдтарды дублировать етіп, бізге қажетті ракурстарда қойып шығамыз. Текстімізді қойып, түстерін өзгертіп аламыз. 3D моделіңізбен тексттарыңызды өзіңіздің қалауыңызша өзгерте беруіңізге болады. Осы жерде маған бір идея келді. Ең алғашқы слайдта жер мен күн, ай барлығы бірге болса деген. Ол үшін біз алдымен бірінші слайдымызды дублировать етіп аламыз да, артық заттарды өшіреміз, тек жерді қалдырамыз. Одан кейін тура жерді қойған секілді етіп, ай мен күнді алып келіп қоямыз. Содан кейін барлық слайдқа трансформация дегенді қоямыз. Ал енді дәл қазір нәтижесін көрейік. Мен сіздерге қазір PowerPoint-та трюк көрсетемін. Ол үшін PowerPoint-ның алғашқы бетінде формат фоныға кіріп, фонымыздың түсін өзгертіп аламыз. Темно-синий цветке. Одан кейін вставка, трехмерная модели дегенді басып, жердің суретін іздейміз. Жерді слайдқа қойып алғаннан кейін, ол слайдтарды дублировать етіп, бізге қажетті ракурстарда қойып шығамыз. Текстімізді қойып, түстерін өзгертіп аламыз. 3D моделіңізбен тексттарыңызды өзіңіздің қалауыңызша өзгерте беруіңізге болады. Осы жерде маған бір идея келді. Ең алғашқы слайдта жер мен күн, ай барлығы бірге болса деген. Ол үшін біз алдымен бірінші слайдымызды дублировать етіп аламыз да, артық заттарды өшіреміз, тек жерді қалдырамыз. Одан кейін тура жерді қойған секілді етіп, ай мен күнді алып келіп қоямыз. Содан кейін барлық слайдқа трансформация дегенді қоямыз. Ал енді дәл қазір нәтижесін көрейік.